Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге қазақстандық Рапунцель Мөлдір Бекжан. Кенде ғана өзімнің құрбым, дәрігер, иглотерапевт Гүлмира Нұролла қызымен бірге тікелей эфир өткізген болатынмын. Мұндағы ең маңызды ақпарат және қыздардың ең жиі қоятын сұрағы: шашты қалай тез өсіруге болады? Жалпы қазір білесіздер, көп нәрсеге қол жетімді. Әсіресе YouTube арнасында неше түрлі маскалар бар. Сол маскалардың көбінде шашыңыз бір айда 7 сантиметр өседі. Осы масканы жасағаннан кейін шашым супер өсіп кетті деген жарнамалар қаптап тұр. Енді осы жарнамаларға сенуге бола ма? Деректерге сүйенетін болсақ, шаш ай сайын 1 немесе 1,5 сантиметр ғана өседі екен. Яғни, сіз қандай шампунь қолданыңыз, маска қолданыңыз, витамин ішіңіз, ең жоғарғы шыңы 1,5 сантиметр. Яғни, бір айда 7 сантиметр деген жоқ, ал бір жылда 18 сантиметр екен. Сол себепті біздің шашымызды бірден өсіре қоятын чудо маскалар жоқ. Тағы бір айтатыным, қыздар, шашыңызды қалай өсірдіңіз дейді. Осы шашымды өсіруіме 20 жыл уақыт кетті. Сондықтан шашыңызды өсіргіңіз келе ма? Ең бірінші керек нәрсе ол шыдам. Яғни біздің шыдамды болуымыз керек екен, күте білуіміз керек екен. Ғаламтордағы жарнамаларға сеніп, біреуді байытып, бізге пайдасы жоқ көптеген дүниелерді, керек емес шампунь, шаш өсіретін, тағы басқа деген нәрселерді соншалықты пайдаланудың қажеті жоқ екен. Сол себепті шаш өсіргіңіз келетін болса, осы ақпаратты жақсылап тұрып есте сақтаймыз. Но расти быстрее, я уже миллион раз это говорил и повторюсь. Волос в среднем у нас растет где-то на 1 сантиметр в месяц. Вы можете жопу порвать на британский флаг. На 5 сантиметров, на 6, на 10, на 40, на 50. За ночь они у вас не вырастут никогда. Максимум за месяц они у вас вырастут сантиметра на 1,5. Келесі сұрақ. Шаш қаншалықты дәрежеде түскен кезде біз шаш түсті деп алаңдауымызға болады. Бұл да ең көп қойылатын сұрақтардың бірі. Әйел адамдар болсын, қыздар болсын, маған өте жиі жазады. Шашым түсіп жатыр, уыстап түсіп жатыр, төгіліп жатыр, не істеймін деп. Менің оларға қоятын ең бірінші сұрағым: сіз қанша жастасыз деп сұрайды. Себебі жас организм өсу барысында шаш соншалықты қатты көп түспеу керек. Әсіресе жасөспірім қыздардың менің шашымның ең жиі, ең тез өскен кезі ол менің оқушы күндерім. Яғни мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде менің шашым ең қарқынды өсті. Мен ең алғаш рет осыдан 10 жыл бұрын Қазақстан телеарнасы Таңшолпан бағдарламасы бұрымды қыз байқауына қатысып жеңімпаз атандым. Сол кездегі менің шашымның ұзындығы 1,60 сантиметр болатын. Ал онан кейін қазір 10 жыл өтті. Міне 20 жыл уақыт болды шашымды өсіріп келе жатқаныма. Қазіргі менің шашымның ұзындығы 2 метрден асады. Сол кезде ойлаңыз, 10 жыл бұрын 1,60 болса, онан кейін 2 метрге жеткенде қанша? Сонда бір ұзаса 40-тан аса сантиметр ғана өскен ғой. Сол себепті шаштың ең қарқынды өсетіні біздің мектепте оқып жүрген оқушы кезіміз екен. Егер шаштарыңызды өсіргілеріңіз келсе, осы жас өспірім шақтарыңызды, қандарыңыздың қайнап тұрған кезін, организмнің өсіп тұрған кезін пайдаланып қалу керек. Жас өспірімдер, кішкентай сіңлілерім, қыздардың аналары осы нәрсені жақсылап тұрып есімізде сақтап аламыз. Ал енді шаш қаншалықты дәрежеде түскен кезде біз шаш түсті деп алаңдай аламыз. Бұл да ең маңызды ақпарат. Себебі мен шашым түсіп жатыр, ойбай деп бір былайша орысша айтқанда паника жасай қоймаймын. Менің түсінігім бойынша шаш өседі және шаш түседі. Шаш өскен сайын белгілі мөлшерде түсіп отырады. Сол түскен шаштардың орнына жаңадан шаштар шығып отырады. Ал енді қаншалықты дәрежеде түссе біз алаңдаймыз деген сұрақтың жауабы: шаш күніне 50 талдан 150 талдың арасына дейін түссе бұл норма екен. Яғни сіздің таңертең шашыңызды тарағаныңыз бар, кешке тарағаныңыз бар дегендей, осылардың барлығын қосқандағы норма 150 тал екен. Егер 150 талдан көбірек түсетін болса, ойбай шашым түсіп жатыр деп біз сол кезде алаңдаушылық туғыза алады екенбіз. Сол себепті соншалықты көп уайымға салынбаңыздар. Және стресс бұл шаш түсудің нағыз
үлкен себепкері, былайша айтқанда стресс шаштың қас жауы. Сондықтан мен шашым түссе уайымдамаймын, ал балапан шаштарым өссе керісінше қуанамын. Сол нәрсені жақсылап есте сақтап алыңыздар. Сонымен қатар, шаш неге түседі? Бұның көбін өздеріңіз жақсы білесіздер. Осы мәселе туралы мен өзімнің біраз видеоларымда айттым, бірақ осы сұрақ маған айналып келіп қойыла береді. Ол ең біріншіден сіздердің шашты үтіктегендеріңіз, бұралағандарыңыз, неше түрлі құралдарды пайдаланғандарыңыз, фен кептіргендеріңіз, бояғандарыңыз, лак пайдаланғандарыңыз, тағы басқа неше түрлі химикаттар бар. Солардың барлығы айналып келіп сіздің шашыңыздың түсуіне әкеліп соғады. Әсіресе бояу. Осы жерде тағы бір маңызды ақпарат айта кетейін. Шашты көп бояған сайын сіздің шашыңыздың өсу қарқыны бәсеңдейді екен. Мысалы, шаш айына 1,5 сантиметр өсетін болса, сіз шашыңызды боянған кезде оның өсу қарқыны 0,5 сантиметрге қысқарады екен. Ал мен өзімнің әріптестерімнен де байқап жүрмін, шаштары біресе сары, біресе қара, біресе білмеймін, каштановый дей ма, шоколадный дей ма, неше түрлі түстерге өзгеріп отыр. Әрине, оның барлығы сіздердің өздеріңіздің шешімдеріңіз. Мен сияқты бол, үнемі шашыңды өріп жүр, бүйт сөйт деп ақыл айтпаймын. Мен бар болғаны өзімнің тәжірибеммен бөліскім келеді. Тағы да айта кететінім, көрінген жарнамаларға сене бермеңіздер дегім келеді. Маған мына нәрсе ұнамайды. Шашқа қандай шампунь қолданасыз, бальзам қолданасыз, не істесем тез өседі, не істесем бүйтеді, не істесем сөйтеді. Сонда мен сіздерге бір шампунь немесе бальзамды көрсететін болсам, былайша айтқанда байып шыға келейін деп тұрмын ғой. Сол шампунь, сол бальзамның саудасы жүрейін деп тұр. Ал нәтижесі қайда? Мен сонша жылғы былайша айтқанда тамшылап жинаған абыройым қайда қалды? Сол себепті ондай жалған жарнамаларға сеніп, бет албаты жүгіре бермегендеріңіз жөн болады. Қорытындылай келгенде, шашымыз өсу үшін шыдам керек екен, шашымыз түспеу үшін оған күтім керек екен, және үшіншіден бет албаты жарнамаларға сене бермейміз. Төртіншіден, өзіміздің денсаулығымыз күту керек. Мен бұл туралы өзімнің келесі видеомда айтатын боламын.